алып, домалақтап. Ортасына клейлейміз. Лучше ПВА клей, да? Ага, лучше ПВА вообще. Бұны клеймен жабыстырмаса да болады. Иә, бұл ішіне қойсаңдар да болады, иә. Егер бетін ашық қоятын болсаңдар, клейлемесеңдер болады. Егер картинаға бетін стекло қоятын болсаңдар, ол кезде клейлемей ақ қойыңдар. А былай ашық қоятын болса, клейлей берген жөн. Гүлдердің бәрін бір бетке қаратып басып жатыр. Сонда біреуін төбеге қаратамыз, біреуін астыға, біреуін жәнге, біреуін өзіне қаратамыз. Бұл жерде тағы бір нәрсе айта кетейік, мына жерде құмыралары, көлеңке жарықтары, астына қоныңше, осының бәрін жүннен ашып, Чыға қылып бір-бірінің үстіне қойған кезде осында цветтер шығады. Әке қарып берем. Сөйтіп, мына гүлдерді өзіміздің қалаған неміз бойынша қоя береміз қалаған жерлерімізге. Ана осыны енді ортасынан бір қазір жуанып. Біреу майыстырып, былай қарап, гүлдерін бәрін бері қарап тұрмайды ғой. Әрқайсысы әртүрлі болып тұрады, дұрыс па? Сол сияқты қылып қоя береміз гүлдерді. Жан-жақты өнерлі қыздар. Мұны енді байқауымыз. Бір-біріне айқастырамыз. Мынаны үстіне қой. Сенкі көк па, үстіне қынадан қоямыз. Не цвет бар ма? Бордовый цвет берешь, көк істеп отырып, үстіне бордовый қызыл. Бұнан ал. Клей жағайын ба? Ортасына клей бір тамызда, мына домалақтап ортасына қой жер. Оны жерге қой отырып, Жерге қой отырып, мынадан жаңағыдай шамалы алып кішкентай домалақта жеміз. Қатып қалған ешқандай қағида жоқ. Маған жібересің ба? Ортасына мына. Кішкентай жыл болса. Қазір рамкасын ұрып. Домалақтап. Базасын сіздер жүрсемен гүлдерін. Жалпы сіздерге мына құмырасы қалай жасалған түсінікті ма? Бір-бірінің үстіне суретке қарап қоя бересіңдер ғой. Ескізін алыңыздар. Онымен қатар ромашка емес, сонымен қатар роза, тағы басқа да өздерің қалаған гүлдеріңді жүнді үстіп, ашып бір-біріне жапырақ-жапырақ қылып қойсаңдар әдемі болып шығады. Жүнді неше бірінен жасау. Тек бұл гүл ғана емес. Грушкаларды жасасын болады. Аяқ киім жасауға болады. Ақ қыздың гүлін алда, болды, аяқтай бер. Мына тағы біреу дайын болады бізде. Молодец. Үстіне қойма, бос жерге, неге столдың үстіне таста. Вазаның астында стол бар ғой, соның қасына таста. Біреу екеу. Төмен. Я сөйтіп. Тағы, мына дайын, мына гүл дайын. Пересал гүліңді.